Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мінекей мынау королевский жасау деп аталады. Бұл Бәйдібек деген жерге кетіп бара жатыр. Бұл жасауы екі жапқышы оюлы болғаннан кейін бұны королевский деп атаймыз. Полностью турецкий велюрдан тігіледі. Мынау екі тартпасы шешіп, ішін бәрін көрсетіп жатқан болатынмын. Ішінің бәрі астарлы хыбы және ішінде кішкене мақтасы болады, яғни жұмсақ болу үшін. Мынау екі бантигі сыйлыққа берілетін. Так, мынау ортопедический жастығы тоже басы жалпайып қалмау үшін арнайға тігілген. Бұл да сыйлыққа жүреді. Өстіп оны орап қоямыз. Келесі матрасы тоже бір жағы хыбы, бір жағы велюр. Екіншісі полностью хыбы болады. Мынау жамылатын көрпешесі, мынау жастығы. Мінекей. Мынау мамасы отыратын көрпешесі сыйлыққа беріледі тоже. Мынау түбек-шүбек ұлға. Мынау түбекке арналған күленкасы. Түбектің өзі. Бұл да сыйлыққа беріледі. Ешқандай сатып алмайсыз. Мынау өкісі. Бұл да сыйлыққа беріледі. Так, бұны ортасынан бөліп пакетке саламыз. Бәйдібекке түйіру үшін упаковка жасап жатырмыз. Мінекей, енді қазір оның жаздық түйілі. Мінекей, екі штук, екі жағына жапқанға. Бұл да сыйлыққа беріледі. Так, вроде ештеңесін ұтпаған сияқтымыз. Бәрін салдық. Түбек-шүбегін бәрін салдық. Енді осыны упаковка жасап жиналмалы бесікпен Бәйдібекке жібереміз.